Мына жер Стамбулдың сырт жақтары, Рива деген жақ, Бейкөл ауданы, мына жақтар. Өте керемет, осы жақтың пляждары. Мынау Стамбулдың ішінің өзінде қара теңіз емес қой. Мәрмәр теңіз болса, мынау толқынды қара теңіз. Қара теңіз Стамбулмен шектеседі. Қара теңіз, сондықтан көбісі қара теңізде пляжға түсе бермейді. Енді түседі ғой, бірақ Эгей сияқты, жерорта теңізі сияқты тынық емес мына жақтар. Ау, одан қазір барамыз. Опа. Жаптың ма тенені? Есік жапқан жоқпын. Теңе алмай жүр, істей алмайсың herhalde. Жүріп бар ғой, автоматты түрде жабылады. Жапқан жоқпын. Қазір тұра тұрайық көш. Дала өте желді. Мына жақ теңіздің жағасы болғаннан кейін қараңыздар, керемет. Қара теңіз осындай толқынды болып келеді. Сондықтан жүзе алмайтындар болса қиын негізі. Біздікілер қайда екен? Мына жерде де бір кісілер отыр, мына жерлерде. Осы түріктерге риза боламын ғой. Үйлерінен ана-мынау дайындап, осыны табиғаттың орналаса салады. Көліктерінен кейін. Қандай күшті көрініс. Керемет жаны. Судың дауысы сыңғырлап ағып жатыр. Теңіз деген. Мына жер әдемі. Қатты балалар неғатындай күн жоқ сияқты. Не, алып келмейіп па? Не тәлгі? Ал. Ол жаққа жібермейтін шығармыз ол жаққа. Мына жерге де болады. Мына жерде бәрі солай не жасап отыр ғой. Пикник жасап отқан адамдар бар, жерде мангал жағып, караван. Жалпы Түркияда соңғы кездері караван өте қатты дамып кеткен. Көбісі караван алып деген сияқты. Бірақ караванда қиындықтары бар өзін. Бізде бір кездері қатты қызығып алсақ па деп. Сөйтіп отырсаң. Бірақ ол үшін постоянно сол жерде қаланың ішіне парк ететін қиын. Ақысыз емес, ол постоянно сен төлеп тұрың керек деген сияқты. Çekme karavanı yapamamışlar, korkmuşlar Мына жерде андай каравандар бар ғой. Жоқ, ол да чекме караван бұл да. Андай вагоны бар, каравандар бар да. Сондай каравандар бар, сондай бар. Айгүлдер фотоға түсіп жатыр. Телефонды алып шықпақ, машинада қалды. Жерге түсіріп алатын. Ау жаным. Gidelim. Неге мына жерден біраз қараяқта теңіз көруге келдік қой, былай ауа жұтып. Şimdi oynamak istiyorum. Балаларға құм, бұларға құм болса болды. Теңіздің жағасына құмды жері керек бұларға. Әлі жер таңдап жүрміз. Негізі үлкендерге бізге бәрібір ғой, әдемі жер болса отыра алады. Мына жерлерде жақсы екен, бірақ балалар үшін ыңғайсыз. Көбінесе балалар үшін кішкентай балалар бар. Олар ойнасын құмда деген сияқты. Сондай жерде жүріп жатыр. Айкош. Құм таппай жатыр ғой сол. Айкошқа құммен ойнайды. Балаларға құм болса болды бұларға. Құмы бар жерде жүрміз. Kum geldim. Мына жақтардың бәрі артымыз керемет.
осылай бір жерге тоқтадық. Қазір мына жерден неміз құрып қойдық, пикник үстелдерімізді. Мына жерден Әли балақай ұйықтап жатыр. Мына жерге шатырымызды құрдық. Арғы теңіздің жағасы. Мына жерден насос. Айгүл кәдімгі дайындалып кетті. Төсек. Ішінде насос төсек. Насоспен үрлемелі төсек құрып жатыр. Осындай қылып. Солай жасайын, кигізейін онда, солай қылып қазір. Ұзын қолғысын кигізейін, одан. Мына жерде айналамызда кампқа келген кісілер бар. Мына жерде жаңағы айналаны қорғап, табиғат қорғайтын бір топ еріктілер осы жерде қоқыстарын жинап, мына жерге қойып кетіпті. Ау! Ой, мынау. Ай, көштің сиыры. Бұқа екен ғой. Бұқа. Иә, өгізбін деп тұр ғой. Неге сиырдың несін деп. Сол бойында машиналарын барлы, бұлай қарай көп ұзаған жоқ. Осындай. Жақтарға барып қайту керек. Теңіз жаққа. Ана үрлемелі көрпесін үрлеп болды. Негізі алдында бізде керімде осындай ойлағанбыз, кампқа шыққан кезде асты су болмас үшін осындай алсақ па деп. Бір жағынан біздің көргеніміз андай үлкендеу болатын. Көлем сосын ойлағанбыз ғой, бір жағынан үйге де қонақ келетін болса, ол біздің көрген түз болатын да, үсті дүңдіз. Қонақ келетін болса, үрлеген кезде үрлеп қойып, үстіне төсек салып береміз, үйге жиналады әрі деп сондай ойлағанбыз. Ойлағанбыз ғой, бізде осындай алсақ па деп алдында бұрын. Сосын үйге қонақ келетін болса, өйстіп төсек бере салсын да, жайып бере салсын, үрлеп. Сөйтіп ойлағанбыз, сонымен сол ой не қылған жоқпыз ғой, алған жоқпыз ғой, иә, деп ол жерге. Рахат қой, мынау жақсы екен. Қалай екен ол? Келерінде келейін деп отыр ғой. Сондайларға да, иә, оған да төсек салып бергенге жақсы жерден, иә. Жақсы екен, жақсы идея. Сол біз сөйтіп ойланып жүрген едік мына жерден. Ылғи шыққан кезде біздікі кішкентай. Мыналар Айгүлдердің нелері, шатырлары үлкен кәдімгідей. Бізге кезінде керім бойдақ кезінде өзіне алған ғой, бір кісілік. Бірақ бір кісілік болғанда екі кісілік істеп кетеміз біз екеуміз болған. Мына емін еркін жатады да мынаған үлкен. Біздікінің өзінде екі адамды сиеп жүргенбіз. Біз алдында былтырларда сөйтіп достарымызбен осылай Айгүлдермен. Ал? Кір. Осылай неге шыққанбыз пикникке. Пикникке әрі осындай бір күн қонып. Сол кезде. Ой, бәсен жағай сайнап тұрмын ғой кәдімгідей. Мына жерінде. Былтырларыны дайын марина алған еді, биыл деймін да Рашид. Рашид шеп болыр біздің. Мықты үйден кәдімгідей банкімен андай қоспасын жасап келген несін. Кәдімгідей осында өлтіріп тұрып. Бір сағат күтеді осылай, жарты сағат даже. Что жасаған алдында үйіне орған кезде. Мынау қайсы қалай жасаған, ана мантында Айгүл таңғалғансың ғой, Айгүл. Былай қарасаң, тамақ жасамайтын сияқты көрді. Үйгене барған кезде ресторанский әдемілеп тұрып, ерекше мантыны бар ғой, бір анда ұйғырлардың несіне күштігі өреді ғой. Сондай ресторанский манты қылып жасаған ғой, өріп. Тауықты да сөйтіп Рашид өлтіріп жасаған. Өзінің несін дайындап кетті, соусын. Мына жақтағы онша болмайды деді. Рамилияда күшті тамақ істейді. Ол да мықты. Керемет. Бір күн шақырамыз құдай қаласа. Рамилияны табамыз. Лағман дейсің ғой, басын салаттар. Да. Ой, керемет. Керімді не жақтан не алып кепті на, нет? Мынаның үйдегі буферін алып келген ғой, музыка қойып қоямын деп. Жерден. Димаштың әсерінен шыға алмай жатырмыз әлі. Пикникте де Димаштың әнін қойып қойған дейсің ғой, Керім. Димаштың шыңғырған даусына Әли балақай оянып кетті ғой мына жерде.
Мәк, ана сен авторлық құп демесең болды. Мына жерден Керім тыңдай алмаған әнін осы жерде тыңдап отыр енді. Концертте күткен. Ойна қызларда тұрған қомда. Али. Күйеу балаға, қызлардаға күйеу бала дей ма? Сондай бірдеңе айтып отыр ғой. Керім өзіне керек ән таңдап тұр ғой. Тура Керімге арналған өлең. Керімге. Мына жақта әлі ешкім жоқ десек, мына жерден адамдар енді келіп жатыр. Мына жақта қарсымызда да адамдар. Мына жақта да адам енді көбейіп жатыр. Енді түс болды. Маңғалдайын қызып тұр. Вот. Мына турецкий самаурын. Мош неғып. Некені жерде еттен шашлык жасап жатыр. Өзіміздің шақтықындай қып. Мә, осы Түркияда жүрсем, осы шашлыкты аңсап кетем ғой. Осы жылына 1-2 рет өйстіп Рашид бар болғыр, аман болғыр. Өлтіріп тұрып. Осындай қып жасап береді. Все, да? Ох, дайын болды. Ыстықтай жайлап. Осылай бастамасақ. Біздікілер қайда кетіп қалды. Достар, біз бүгін аяқ астынан пикник шығып кеттік. Осылай табиғат аясында, теңіздің жағасында отырған жайымыз бар. Бәрі отырсын енді. Жайлап шетіне. Ауа райына пикникке шығатын күн болып тұр екен. Не ыстық емес, не суық емес, әдем болып. Нағыз май айы бұрын мамыр 25 майдан кейін сол да пикникке шығып едік. Сол есіме түсіп кетті ғой. Кеш болды, біз мына жақтан көштік. Дәл қасымызда мына өйткені теңіздің жағасынан былай қарай кешкісін желіп былай қарай ұрып жатыр. Әлі кешке дейін болайық, кешкі тамақты осы жақтан жасайық деп қайтадан қазір тауықтан жасап жатыр. Шашлык. О, мына жақтан маршмеллоу дейсің ғой. Осылай кешті батырдық, ойнап, күліп, арада көңіл көтердік. Көңіл көтергенде камераны ұмытып кетем. Қой бір кешкісін түсіріп қояйын деп енді есіме түсіп отыр ғой. Мына жерде айтам да, мына жердің бәрі қоқысқа толды ғой. Ана жерде адамдар енді жиналып ана жерде адамдар кетті, бірақ қоқыстар тастап кетті да. Біз таңертең келген кезде бағана түске жақын біз кеттік таңертең. Осы жерде арнайы сондай мына нелер еріктілер келіп қоқыс жинаған болатын.
таптаза қылып кеткен еді. Осы жерге келді енді. Артын жинамай кетіпті. Артына. Вау! Рахмет. Маршмеллоумен. Осы маршмеллоумен баяда қыздармен кампқа барған едік. Болу деген қылады. Сол кезде жасап жеген едім. Сол кездерде қыздармен отырып. Что там? Сондай болып жинаған ғой. Шашым неғып желі орып жатқан жинаған ба? Қалай еш қарамаппын ғой. Өзінің түсіргесін енді ғана көріп тұрмын айнадан. Ой, әлі көрмей тұрмын ғой. Мен андай бір өзімді Қазақстанда жүргенде сезініп жатырмын мен бүгін. Өйткені Рашид бүгін күшті қылып шашлық жасап берді. Мен 2 жыл бұрын барып қойдым Қазақстанға. Енді сол дәм, енді сол бұрын алқын келіп жүрген шашлықтың дәмін бүгін Рашид сезіндіріп бүгін керемет. Онысыне керемде бүгін несін алып келген ғой. Буферін музыка қойып, кілең тойдың музыкасын қойып қойған ғой. Ана жер күні бойы оған билеп неғып жатырмыз ғой. Бұды Қазақстанда жүрген сияқты сезім бар бүгін. Шашлыкка жасап қойып, мына жақта қанша ет жесең де, былай нәпында кебап түрі болады ғой. Бірақ соусында екен ғой, соусында мәселе бәрі. Рашид тоже өзім шыртақ ғой. Бір жағын несін жақсы біледі. Соусын өлтіріп жасаған ғой, күшті ғой. Бар несін нағыз шашлық жегендей болдым ғой. Ірі қылып тұрмаған. Енді бұяқта етті арзан тұрмайды, бірақ енді бүгін аямай бүгін жігіттер алып. Көше той жақсылап неғылды ғой, керемет.